Баршаңызға қайырлы кеш қыздар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте дәмді алма қосылған пирог дайындайтын боламыз. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары майымызды қосып аламыз. Пирогтарыңыз жұмсақ, әдемі шыққанын қаласаңыздар, міндетті түрде бөлме температурасындағы 72 немесе 82% кез келген сары майды пайдаланыңыздар. Содан соң қаймақ қосамыз, 15 немесе 20% жоғары болуы тиіс. Ендігі кезекте қант қосамыз. Араластыру барысында қантымыз ерігуі қажет, соған мән беріңіздер. Келесі кезекте 2 жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап барлық массаны араластырып болғаннан кейін үстінен разрыхлитель салып жақсылап араластырамыз. Менде Авалетто фирмасының разрыхлителі. Келесі кезекте осы сұйық массамыздың үстінен 6 немесе 9% уксусты қосып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Онды міндетті түрде електен өткізіңіздер, және де барлығын бірден емес, аз-аздан қосып араластырып отырыңыздар. Барлық ұнды бірден қосатын болсаңыздар, пирогтарыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Соған назар аударыңыздар. Барлық грамын төменге описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Сондай-ақ қыздар, менің арнамда бұдан да көптеген керемет рецепттер бар. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Жақсылап араластырып, әдемі қамыр дайындайтын боламыз. Міндетті түрде қамырларыңыз бөлме температурасында 10-15 минут тұруы қажет. Содан соң барып жұмыс жасаңыздар. Қамырымыз дайын болғаннан кейін осындай салафанға салып 10-15 минутқа июі қанғанша қоямыз. Оған дейін біз начинкасын дайындайтын боламыз. Кез келген 3-4 алманы дәл осы видеодағыдай турайсыздар. Егер де сырты қатты болатын болса, міндетті түрде қабығын алып тастаңыздар. Егер де жұмсақ жұқа болатын болса, сол күйінде қалдырсаңыздар болады. Алманың барлығын турап ыдысқа саламыз. Бұл менде қатырылған құлпынай. Бұл қышқыл дәм беру үшін, яғни ерекше дәм беру үшін қосамын. Қосу міндетті емес, қосу-қоспау өз еркіңіз. Бұл жерде алма да пирог та тәтті болғаннан кейін кішкене қышқыл ерекше дәм берсін деп қостым. Содан соң қантымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Дайын болған тестаны біз дәл видеодағыдай 3-2 бөлігін астыңғы бөлігіне, 3-1 бөлігін пирогымыздың беткі қабатына жабатын боламыз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай бөліп аламыз. Яғни тестамыздың үлкен бөлігі пирогымыздың астыңғы жағына, кіші бөлігі беткі қабатына кететін болады. Өте жақсы теста, жұмыс жасауға өте ыңғайлы. Дәл осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай өзіңіздің формаңызға лайықтап, домалақтап жайып шығамыз. Жайып болған қамырды мен диаметр 23 сантиметрлік формаға орналастырамын. 24-26 диаметрлік формаға дайындай берсеңіздер де болады. Егер де бұндай форма болмаса, арнайы торт пісіретін кольцоға дайындай берсеңіздер де болады. Құрметті қыздар, менің алдағы шығатын жаңа видеомды жіберіп алмас үшін подписаться батырмасын басып, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Қамырды формаға орналастырып болғаннан кейін дайын начинкамызды ортасына саламыз. Алма міндетті емес, кез келген жеміс-жидектерді салсаңыздар да болады. Ал енді пирогымыздың үстіңгі қабатын дайындаймыз. Жайып алып, пышақтың көмегімен әр шетінен кесіп аламыз. Әр түрлі узор жасасаңыздар да болады, ол енді сіздердің өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Пирогымыздың бетін жауып, жан-жағын барлығын бірдей етіп қысып шығамыз. Бұл пісу барысында ажырап кетуі мүмкін, сондықтан да қатты қысып, нығыздап орналастырыңыздар. Пирогтың бетін жақсылап орналастырып болдық. Енді жұмыртқаны жағып, сәндігі үшін кунжут сепсеңіздер де болады. Ал енді осы уақытта алдын ала пешімізді қыздырып алатын боламыз. 180 градуста шамамен 30-35 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз.
Үйде бар қарапайым заттардан жасалатын өте дәмді керемет пирог үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айнұр. Келесі видеоға дейін аман болыңыздар.